Сәлем достар, натурал сандарды салыстыру қос теңсіздік тақырыбын бірге қарастырайық. Ең бірінші натурал сандар дегеніміз не, соны бір еске түсірейік. Натурал сандар дегеніміз нөлден өзге, бірден басталатын, шексіздікке дейін кете беретін сандарды айтамыз. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5 деп шексіздікке дейін кете беретін сандар. Енді осы сандарды қалай салыстырамыз? Бұл жерде 1 кіші 2-ден, 2 кіші 4-тен, 4 үлкен 1-ден деп салыстыруға болады. Бұл сандарды қалай салыстырдық? Сол жақтағы тұрған сандар оң жақтағы тұрған сандардан кіші болады. Бұл жерде сандарды салыстыру үшін осындай белгілерді қолдандық. Бұл үлкен, кіші немесе артық, кем деген мағыналарды білдіретін белгілер. Бұл белгі теңсіздік деп аталады. Координаталық сәуледе сандарды қалай салыстырамыз? Мысалға үшін А нүктесінің координатасы 3 болсын, Б нүктесінің координатасы 7 болсын. Осы екі санды салыстыру үшін бірінші сол жақта тұрған сан қай сан? Ол кіші сан болады. Оң жақта тұрған қай сан? Ол үлкен болады. Яғни бұл жерде 3 саны кіші 7-ден деп жазсақ болады. Немесе 7 үлкен 3-тен деп жазуға болады. Сандарды ондық жүйедегі жазылулары бойынша салыстырайық. Мысалға, 3675 және 643 сандарын салыстырайық. Бұл екі санды салыстыру үшін бірінші олардың кластарын анықтайық. Бірінші тұрған санның класы мыңдар класы, екінші тұрған санның класы бірліктер класы. Мыңдар класы бірліктер класынан үлкен болғандықтан, мына жерде 3 мыңдық, ал мынау сан 600-дік. Олай болса, 3675 саны үлкен 643 санынан болады. Ал егер сандардың разрядтарының саны бірдей болса, онда қалай жасаймыз? Мысалға үшін 9123 және 9125 деген екі сандарды разрядтары бойынша салыстырайық. Ең алдымен ең жоғарғы разрядтарынан бастап салыстырамыз. Бірінші тұрған санның ең үлкен разряды 9, ол бізде мыңдық. Екінші тұрған санның да разряды ең жоғарғысы 9 және ол да мыңдық. Олар не? Бір-біріне тең. Одан кейінгі сандарды қарастырайық. Бір саны бұл бізде 100-дік. Екінші санның келесі саны ол да 100-дік. Олар да бір-біріне тең екен. Келесі бірінші санның одан кейінгі келесі саны 2 ондық. Мына жердегі екінші санның да үшінші тұрған цифрасы 2, ол да ондық. Олар бір-біріне тең екен. Келесі соңғы тұрған сандарын салыстырайық. 3 ол бірлік, мына жақта 5 бірлік. Енді қарайық. 3 бірлік, 5 бірлік. Бізде қайсысы үлкен? Әрине 5 бірлік үлкен. Олай болса 9123 саны кіші 9125 санынан деп айтамыз. Ал егер аттас разрядтарының барлығы бір-біріне тең болса, мұндай сандар өзара тең деп аталады. Мысалға үшін 791 және 791. Қараймыз, разрядтары ең жоғарғы разряды 7, екінші сандікі де 7. Одан кейінгі разряды 9, мына жерде де 9. Соңғысы 1, мына жерде де соңғысы 1. Олай болса, бұл екі сан өзара тең сан. Кей жағдайларда 3 санды салыстыру керек болады. Мысалға, 21, 35, 48 сандарын бір-бірімен салыстырайық. Бұл жағдайда біз қос теңсіздікті қолданамыз. Қос теңсіздік қалай оқылады? Ортасынан бастап оқимыз. 35 саны үлкен 21-ден және 35 кіші 48-ден. Бұл теңсіздікті қос теңсіздік деп атаймыз.